Көрермен қайырлы кеш. Ортада Әли, Сержан және Ақерке болды. Сол үштіктің шешімін бүгін көрген болатынбыз. Әли болса Ақеркені жақсы көремін, бірақ мені таңдамайтынын білемін деген. Сержанмен бірге қосылғанын қаламай. Мен таңдамасаң да басқаны таңда деген сөзі болды. 100%-ға сенімдімін, сені бақытты қылатын Сержан емес деді. Оны естіп отырған Сержан Әлиге уәде беріп, тойға шақыратынын айтты. Сержан болса әлі де дәлелдеймін деп қоймады. Ақеркенің сөзі былай болды. Заринамен кеше шай ішіп отырған кезінде Сержан келді. Көзбе-көз сөйлестік, ешқандай жауап таппадым деді. Анамен ақылдастым, Әлиге келсек алдыңғы әрекеттеріне байланысты мүмкіндік бергім келмейді. Жігітке босқа үміт бермей, таныстықты бастағым келмейді. Ал Сержанға байланысты айтсақ, мүмкін кешірем бе деген ойда келген. Анаммен сөйлескен кезімде екеуіне де қарсы болды. Менде Сержанға деген алып ұшқан сезім болды. Бірақ көптеген түсініспеушілік болғаннан кейін сезімім суып кетті. Сол үшін де Сержанмен таныстықты бастағым келмейді. Екі жігітке де жаңа болашақ, жаңа өмір тілеймін, бірақ менсіз деп айтқым келеді. Мен өзімді таңдаймын деп соңғы сөзін айтты. Таныстық Әлимен тоқтады, ал Сержан болса тек көреміз деп соңғы сөзін айтты. Ойларыңыз қалай? Дұрыс шешім жасады ма қызымыз? Ал кішкене пікірге көшсек. Ақерке көп сөйлейді, жас қыз ғой. Өмірімді осындай адаммен өткізгім келеді, не келмейді деп айтпаймын. Жасы келе мүлді мұжғау болып кететін сияқты. Ақерке шал Сержан үміттеніп отыр. Әлиге ерегесіп көнбе, ананды тыңда. Сен оқығансың, күшті жігіт келеді. Өзіңді түсірме, шалдан құтыл. Халық айтса, саған жаны ашып отырады. Анаңның сөзін ақта. Екеуі де керек емес, әсіресе Сержан. Вообще керек емес. Ол 3 қатын тастаған, мінезі ит, мінез еркек. Өз анаңды тыңда, ақылын, ақ батасын. Аттама. Енді үйленбеген үміткер күт, шешімің дұрыс. Сержан, арыстан жобадан кетсін, 4-5 жыл отыр екеуі де. 3-4 рет қатын тастағандар енді бұл. Жоба проходной двор емес. Дейді оқырмандар, сіз қалай ойлайсыз?